Құптан намазы уақыты. Құптан намазы уақыты намаздан кейін отырыс және біреумен сөйлесу мақрух болып табылады. Әбу Барза әл-Асламидің жоғарыда айтып кеткендей хадисінде құптанның алдында ұйқыны мақрух және одан кейін біреумен сөйлескенді мақрух деп көретін. Ал егер бір қажеттілік үшін сөйлесу керек болса, ондай сөйлесу мақрух болмайды. Құптан намазынан кейін сөйлесудің мақрух болғанының себебі Алла жақсы біледі. Ұйқысы кешіктеп, таң намазының уақытында орындамау немесе таң намазының кірген уақытынан ұйықтап қалу немесе әдет бойынша түнгі намазға тұра алмай қаупі болған үшін. Имамға ұйып оқитын мүміндерге қиыншылық тудырмаса, құптан намазын кешіктіру абзал. Бұл жөнінде Айша анамыздың хадисінде ол бір түні пайғамбар түннің біраз уақыты өтіп, мешіттегілер ұйықтап қалған уақытта дейін шыққан жоқ. Сосын шығып намаз оқып, былай деді: бұл құптан намазының нағыз уақыты, үмметіме қиыншылық тудырмасын деді. Сондай-ақ әйел ішінде жамағат намазымен байланысты жоқ болғанымен, оған қиыншылық тудырмаса, құптан намазын кешіктіріп оқуы сүннет. Сонымен қатар сапарда жүргендегі секілді жамағат намазымен байланбаған ер адамда сүннет бойынша құптан намазын кешіктіріп оқиды. Сүннет бойынша әр түнде Ихлас сүресін оқу. Әбу әр-Дардан келген хабарында ол пайғамбар Алланың салауаты мен сәлемі болсын былай деді: сендердің біреулерің түнінде Құранның 1/3 бөлігін оқи ала ма? Сонда олар Құранның 1/3 бөлігін қалай оқимыз деп сұрады. Пайғамбар Алланың салауаты мен сәлемі болсын: айт, ол Алла жалғыз. Ихлас сүресі Құранның 1/3 бөлігіне тең деді.